Наурыз мерекесі сөздің шығу тарихы. Абай айтады. Парсының мерекесі екен, бөтен мереке екен. Наурыз жайында көп жазыла бермейді. Мен саған қайта айтайын ба? Как будто орта ғасыр фестивалі сияқты өтеді. Демек бұл біздің бойымызға сіңбей тұр. Қазақ газетіндегі біз нақты қай күні аталып өтетінін білмейді екенбіз деп жазады екен. Наурыз туралы кинолар жоқ. Бізде әлі наурыздың маркетингі қатты болып жатқан жоқ. Ол сөзде мен үшін бір экзотикалау. Кеттік. Наурыз мерекесі нақты санына байланысты, нақты шығу мезгіліне байланысты көп болжамдар бар. Ежелгі Рим дейді, Грек дейді, Русь дейді. Қай уақытта дегенге нақты жауап бере аламыз ба наурыздың шығу тегіне байланысты? Бұл сонау тас дәуірінен әлі адамдар сөйлеп үйренбей жатып мүмкін осыны тойлап бастаған деп ойлаймын мен. Бастауын қараймыз. Бастау Тұран түркілік. Неге? Өйткені одан 5000 бұрын жазылған Әвес деген кітап бар. Заратуштарда Задзеш пайғамбардың жаңа кітабы дейді. Осында наурыз айтылады. Сосын өзіміз Қашқаридың диванат түркі бар ғой, түркі тілде. Осында наурыз айтылады. Демек, енді бұның қазақилығын қарауымыз керек қой. Тұран болды ғой, біз мынаны байқамай жүрміз. Қазақ халқы, Қазақстан территориясы әр жылдар, әр кезде әр түрлі жағдайда болған, тұтас болмаған. Оңтүстік мысалы, орта ғасырда оңтүстігіміз біздің Хорезм хандығына қарап тұрған. Солтүстігіміз Сібір хандығына қарап тұрған. Деген сияқты мына Қыпшақ мемлекеті болған. Сөйтіп бұл негізінен осындай үш құрамнан, оның сыртында жаңа Шыңғыс хан мен түркі тайпалары қосылып келген. Осыны білмейінше біз наурыздың мағынасы аша алмаймыз. Демек қайтеді, негізгі наурызды ұстап қалған бұл Хорезм хандығының халықтары еді, оңтүстік еді. Қазақта ең бірінші маған жеткен дерек Абай айтады. Наурыз деген мейрам болыпты дейді. Сосын мен былай дейді. Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып, шаруа қуған жастардың мойны босап, сыбырласып, қалады мауқын басып дейді. Түсіндіңіз бе? Бірақ Абай айтады, бұл ұлыстың ұлы күні еді дейді. Енді ұлыс дегенге тоқталайық. Ұлыс деген сөздің терминологиясы, этимологиясы, бұл ең көне түркі сөзі, мемлекет деген сөз. Демек, мемлекеттің ұлы күні деген сөз. Ұлы күні. Жаңа жыл күні емес, ұлы күні бұл жерде. Ұлы күні. Бұл тәуелсіздік сияқты. Ұлы күні. Демек, мемлекеттің ұлы күні бұларда ұлы күнін атап өтетін концепция былайша айтқанда тұжырымдар бар. Қандай? Құл құтылған құрықтан, күн құтылған сырықтан. Неге? Екінші қайтеді. Патша, Парсының патшасы, сол ұлыстың ұлы күні тағын бір адам жақсы көрген қызмет түсіп береді екен. Тағын береді екен. Ал енді бұны тәпсірлейік. Демек қайтеді. Бұл жаңағы адам баласын теңелетін. Адам баласын бір-біріне жаңағы мерекелейтін мейрам болып тұр ғой. Оның сыртында ұлыс деген сөз, мемлекет деп айттық қой, енді оның сыртында бұның ұлыстың сыртында бұл жерде бір мынандай несі бар. Татулық мейрамы. Татулық. Іргеніскендер кешірседі. Демек қайтеді, бұның ар жағында мемлекеттің, ұлыстың іргесін бекітетін, араздасқандар татуласатын, халықаралық, дипломатиялық іс-әрекеттерді шешетін мейрам. Оның сыртында бұл дәстүрлік мейрам. Сөздің шығу тарихы, оның мән мағынасы тегі. Наурыз сөзі енді ол жасырын нәрсе емес, өтірік нәрсе емес, шынымен парсы тілінен келеді. Нау деген жаңа, руз деген күнді білдіреді, яғни жаңа күн, жаңа жыл деген мағынаны білдіретін көне сөз. Бірақ оны кейде адамдар қате түсініп жатады, яғни сөз атауы парсыдан келгендіктен, ол парсының мерекесі екен, бөтен мереке екен. Қазақта негізі ол мерекенің төл атаулары да жетеді. Мысалы, ұлыстың ұлы күні деп жатады, яғни қазақтың өзінің астрологиялық, астрономиялық мұрасы бай. Қазақ көнеден жұлдыздарға атау берген, бақылап отырған, күн мен айдың қозғалысын, және олар да байқаған әрине күн мен түн теңелетін кез болады екен, немесе түн ұзақ болатын жаңағы қысқы күн тоқырауы, немесе жазғы күн тоқырауы болады екен деп оның бәрін бақылап, соған сәйкестендіріп бейімдеп отырған өмір салтын. Сәйкесінше көнеден қазақта болсын, түркіде болсын, күн мен түн теңелген күнді наурыз жаңағы
көктем басталған кезеңді тойлау, атап өту дәстүрі болған. Жаңа күн деп аударуға болады ғой, иә? Тура мәні сол, парсы тілінен. Қазақтың классиктерін оқып отырсаң, көшпенділер бар, Абай жолы бар. Бергіректі 20 ғасырда айтпаймын, сол бір замандардағы шығармаларды оқып отырсаң, наурыз сөзін жиі кездестіре бермейсің. Абайдың шығармаларынан болсын, Әуезовтің Абай жайында жазылғандары болсын, Ілияс Есенберлиннің кітаптары болсын, тарихи романдары болсын. Наурыз жайында көп жазыла бермейді. Бұл бір сол кеңестік кезеңдегі тыйымнан ба, әлде ол расымен тойланған жоқ па? Жоқ, тойланды әрине, бірақ кеңес одағының кезінде қатты тойланған жоқ, оны бәріміз білеміз. Бірақ наурыз сөзі, мысалы Абайдың кезін алайықшы, Абай кеңес одағы емес қой. Абайдың кезінде ол наурыз деген сөз қатты қолданылмаған деп ойлаймын. Ол орталық Азияның глобализациясының әсеріне ұқсайды. Себебі наурызды бізден басқа, жалпы түркілерден басқа парсылар да тойлайды ғой. Себебі парсыларда зороастризм деген діні бар. Ол дінде ол кәдімгідей діни мейрам болып саналады, жаңағы 3 мейраммен қоса. Сол жерде наурыз, яғни жаңа күн деп оны атап жүрген, ол атауы жақсы орныққандықтан кеңес одағының кезінде деп ойлаймын, оны жалпы осы орталық Азияның мейрамына айналдырды. Және орталық Азияның мейрамы деп ғалымдар сөйтіп сол атаумен бекітіп қойған сияқты. Ал негізі біздің аталарымыз бұны наурыз деп атамаған деп ойлаймын. Абайдың кезінде тойлады ғой, бірақ басқа атаумен. Тойлады, иә, оны әрқашан тойлаған. 5000 жыл бұрын тарих болды деп, басталды деп есептейтін болсақ, жаңағы 1914 жылғы Қазақ газетіндегі 9 наурыздағы бір сөз, ғафу өтінеміз, біз нақты қай күні аталып өтетінін білмейді екенбіз деп жазады екен. Сұрайын деп жатқам, жаңа 5000 жыл мен 1914 жылы алаштықтардың қай күні аталып өтетінін білмейміз, ғафу өтінеміз дегеннің арасында қай сәтте жоғалып қалды деген ғой? Жоқ, бұл былай. Бұл 5000 жылдық тарих тұран тарих, парсыда тарихы. Бізге келгені сол осы, мен саған қайта айтайын ба? Жоқ. Бір территорияны бөлек-бөлек болды ғой. Арқаға келгені сол не кезі? Алаштардың кезі. Алаштың өзі білмейді. Бірақ тойлау керек екенін ұғады. Осы. Бірақ Абай біліп тұр ана жерде. Өйткені Абайда ана шығысты Омар Хайямды оқып тұр ғой. Түсінікті. Демек, наурызды біз сол Алашқа дейін, және Алаштан кейін де жаңа белгілі жағдайлармен дәл қазіргідей тойлаған жоқ. Жоқ, Алаштан кейін тойланған. 26 жылға дейін, сізге айттым ғой, еңбекші қазақ газетінде Сұлтанбек Қожа мақала жазды. Тойлайық деді, тойлай бастады. Демек қайтты, бізді отарлау, кеңестік және патшалық Ресейдің отарлау біз қайтты. Дәстүрден айыру керек болды. Өз қазақи сықтақ болатын барлық нүктені, барлық жаңа концепция, барлық тетіктерін бәрін жоғалту керек болды. Сонымен бір 20 жоғалып кетті ол. Қайт тәуелсіздік алғаннан кейін қайтадан оянған мейрамның бірі осы. Демек, сол 19 ғасырға дейін дәл қазіргідей, сол Алаштың кезіндегідей тойланған жоқ. Жоқ, тойланған жоқ. Өйткені себебі айттым ғой, оңтүстік тойланған болуы мүмкін, арқада тойланған жоқ. Өйткені енді мен сізге айтайын. Бабалар сөзі деген 100 томдық бар. Сол 100 томдықта барлық жаңа полклор бір наурыз жоқ. Тек 96 томында наурыз туралы жыр ғана бар. Оның өзін 97-те Шымкенттің бір әйелі жазып, қорға өткізіпті. Болды. Содан кейін 1926 жылы бұл тойламайсыңдар деді. Діни мейрам деді. Бұл діни мейрам ба? Жоқ, дінге ешқандай қатысы жоқ. Нағыз табиғи мейрам деп айта аламын. Мысалы, біз алғашқы қардың түскенін тойлаған сияқты, сонымен салыстыруға болады оны. Ешкім тойламайды ғой, алғашқы қардың түскен, бірақ соған салыстыруға болатындай да. Немесе білмеймін, күн тұтылуы деген сияқты, сондай табиғи үрдістің бір тойлауы да. Ал енді оңтүстік өңірлерде бұл жаңағы көктем мейрамы дейді, жаңағы шөп шыққан, малдар көбейіп бастайды дегендей. Бірақ солтүстікте жоқ қой ондай. Мысалы, біздің туысқандар Саха Республикасын алсақ, Якутия деген, Ресейде. Оларда Ғық деген мейрам бар. Ол наурыз сияқты өтеді тура, бірақ ол жаздың ортасында. Біз үшін жаздың ортасында. Олар үшін ол көктем сол кезде ғана келеді ғой. Яғни менің ойымша олар осы жақта, енді ол кезде сол түркілердің глобализациясы болды, бір тілде сөйлейді, бір дін ұстанады дегендей сол кезде. Сөйтіп, мына жақта наурыз тойлау дәстүрін олар сақтап,
сол жаққа барған кезде солтүстік өңірлерге олар сол дәстүрді сақтауға тырысып, бірақ климат тым қатты ерекше болған соң ол мейрамды сәл жылжытпаған. Яғни бұл табиғи үрдістен пайда болған мейрамды олар климаттың әсерінен күнін өзгертті. Алаштар бұны дәстүр жаңғырту мейрамы ретінде ұсынбақшы болған. Дәстүр жаңғырту. Неге? Біздің айырылып тұрғанымыз негізі дәстүр. Дәстүр дегеніміз не? Айттым ғой. Дәстүрдің ішінде мысалы біз 10 күндік жаңғыртып жатырмыз ғой. Ұлттық киім күн дейміз, мәдениет күн деп жатырмыз, сосын ұлттық спорт күн дейміз. Бұл дәстүр жаңғыртудың қазір қоғамдасқан түрі. Бірақ өзіңізде осы елде немесе осы қазақ жерінде дүниежүзілік соғысқа дейін кейін кішігірім бір орталарда оңтүстікте мемлекеттік ресми дәстүр болмаса да туған туыс арасында белгілі бір әулет арасында тойланды ма ол? Мен айтайын, мен туған жерімде мен көзімді ашқалы сол тойды көріп келе жатырмын. Бірақ қаңтардың 1 күні тойлайтын. Неге? Бұл кезінде жылбасы ретінде аталып келді де көктем ғой. Ол жойылғаннан кейін қай халықтың санасында жаңа жылдың басы дегені қалып қойды. Ал жаңа жыл туған күні менің туған ауылым Қобда бетінде Моңғолия Байлық аймағының Қобданқол деген жерінде ең бірінші барлық халық көже жасайды. Көже, оны көк көже деп айтады. Көк көже ғой деп. Соны ол көже қыдыру деген болады. Жаппай қыдырса, жаппай сәлемдесе, жаппай көріседі. Екінші, наурыз көкпар деген болады. Оны сұмдық тартады. Енді қызға айтайын, сол менің ауылымның тең жартысы моңғолдар да тең жартысы қазақтар болды. Моңғолдар тартпайды, көкпар тартпайды, келмейді. Ал моңғолдар шаған мерекесіне қазақ бармайды. Неге? Діни ғұрып деп көретін бұны. Діни ғұрып деп көретін. Бұны діни ғұрып деп көретін, салт деп көрмейтін. Демек қайтын, халықтардың бір-бірін араласып кетуінен дін сақтап тұрған ғой. Арасында шекара сияқты. Егер де Өзбекәлі Жәнібеков осы бастаманы қолға алып, халыққа танытпаса да, республикалық деңгейде тойламаса, қазіргі уақытта наурыз дәл осындай масштаб алар ма еді? Қазіргі уақытта алып үлгеретін еді деп ойлаймын. Себебі тіпті егер кеңес үкіметінің аумағында бұл наурызды тыйым салса да, бізге 90 жылдардан бастап келіп бастаған қандастар, Моңғолиядан, Қытайдан, Ираннан келгендер, олар сол уақыт бойы осы мейрамды сақтап келді. Келгеннен кейін тіпті 90 жылдары Назарбаевтың өзі бұл мейрамды қайта жаңғыртатын еді. Себебі халықтың арасында да, батыста да сақталғандар бар, оңтүстікте де халықтың есінде бар ғой бұл мейрам. Сондықтан басқа да мейрамдар секілді бұл мейрамда кәдімгідей кең таралып үлгеретін еді деп ойлаймын 30 нәрсе жылдың ішінде. Мысалы, бұдан басқа да көптеген мейрамдар бізде өте көп. Басқа сіз айтқан жаңа қатар тұрған 3 мереке қазір тойланбайды ғой. Тойланбайды. Естімейтіндер де бар, естімегендер де бар. Біреуін мен бірінші рет естідім жаңа. Түн дедіңіз. Қара түн, мен соны бірінші рет естідім мысалы. Бәлкім сол секілді тарихта жұтылып кетер ме деген сұрақ қой. Жоқ, олардың өзін мысалы қараңыз, мен айтып отырмын, тарихшылар біледі, мен бірнеше видео түсіргем. Қазір мысалы Алматыда Динара Сұлтан Сабантойды жыл сайын тойлайды, кәдімгідей үлкен фестиваль жасап, өзінің шамасы жеткенше Сабантой деп 22 қыркүйекте той жасап жатады. Қара түн биыл Алматыда тойланды, бірақ оны Нартуған дейді. Кәдімгідей кішігірім фестиваль сияқты болды. Бір 400 адам жиналған шығар. Яғни ол да жаңғырып келе жатыр. Не үшін наурыз қатты басқалардан бұрын жаңғырды? Себебі ол парсы елдерінде оған кәдімгідей акцент жасайды зороастризм әсерінен. Сөйтіп парсы елдерінде қатты сақталғандықтан кеңес үкіметі кезінде бізге де сол ортақ болып сақталып қалды да. Оған қоса жаңағы кімнің Өзбекәлі Жәнібектің де бір әсері бар шығар бұған. Ал қалғандары да осы 10 жылдың ішінде наурыздың деңгейіне жетеді деп ойлаймын. Мен өзім соған жеке үлес қосып жүрмін қазір. Қазіргі тойлау үрдісі көңіліңізден шыға ма? Жаппай науқаншылап бара жатырмыз. Екінші жай ұлттық киім күйеті күнге айландырып бара жатырмыз. Түсіндіңіз ба? Мына 10 күнге бөліп берді ғой. Сол 10 күнді науқаншылап жатырмыз. Демек бұл біздің бойымызға сіңбей тұр. Тек көңіл қуанышына айланып тұр. Бойға сіңіру үшін? Бойға сіңіру үшін бүкіл мектеп бағдарламасына наурызнама кіру керек, соның деталымен әрбір бөлшегімен түсіндірілу керек, және ол наурыз қазақтың салт дәстүріне байлану керек.
Демек, наурызды біз ғұрыптық мейрам, салт дәстүрді ұстайтын мейрам және салт дәстүрдің барлық атрибуттары сол күні ұлықталатын мейрам. Неге? Бүкіл жаңағы наурыз жарыстарды садақ ату, мына күнтізбесі бойынша бар ғой, неде тұр, мына министрлік бекітіп қойған, дойбы ойнау, сосын тоғызқұмалақ ойнау, көкпар тарту, наурыз мерекесіне өтіп, сол наурыз мергені, наурыз көкпаршысы деген мемлекет дәрежеде бүтін бір атақтар берілу керек. Ол олимпия чемпионы сияқты ұлықталу керек. Сол кезде қайтеді, қызығады қоғам. Қазір қазақ ретінде дәл қазіргі уақытта жеке субъективті пікір, наурыздың тойлануы көңіліңізде шыға ма? Жоқ, маған ұнамайтыны наурызды орта ғасыр мерекесі деп атаса, сол қазір жарасатын еді. Себебі наурызда біз ешқандай табиғаттың мейрамы емес, бір көктемнің мейрамы емес, как будто орта ғасыр фестивалі сияқты өтеді. Көшеге түйелер шығарып, киіз үй тігіп, орта ғасырша киініп. Егер де біз мысалы бұны заманауи нақышта біздің ұлттықты әрине сақтау керек. Ұлттық бізде бүкіл жерде болу керек қой, тек наурызда емес. Бірақ нағыз түпкі мағынасын жаңағы күн мен түн теңелуі, бір соны түсіндіріп балаларға қазір ғарышта не болып жатыр дегендей, бір көктемнің жаңағы оңтүстікте өмірдің жаңғырғанын көрсетіп, сондай соған фокус жасап тойласа, сол көңілінен шығатын еді. Ал қазір бүкіл басқа мерекелерде, мейрамдарда қазақтар өзінің қазақ екенін ұмытады, тек наурызда бір орта ғасыр фестивалі болады. Мысалы, Еуропада бұндайды орта ғасыр фестивалі дейтін еді. Себебі орта ғасыр фестивальдері көп Еуропада, тура осылай бәрі орта ғасырша киініп, сауыт киіп, әртүрлі дәстүрлі ойындар өткізіп, жәрмеңке жасап жүреді. Бірақ оны ешқандай наурыз деген секілді андай бөтен мағына бермейді. Нақты айтады, бұл орта ғасыр фестиваль, біз орта ғасырша жүреміз, орта ғасырша киінеміз, осындай деп тарихымызды еске алайық дегендей. Ал наурыз ол тарихты еске алу күні болмаған ешқашан. Ол тек қазір пайда болды да. Бірақ тура сол секілді кез келген бұрыннан келе жатқан мейрамды жасауға болатын еді. Мысалы, кез келген айт болған сайын, айтты да қазақтар бұрыннан тойлап келе жатыр. Мысалы, кем дегенде бір 1000 жыл тойлап келе жатыр ғой, құрбан айт бар, басқа айт бар. Сол кезде де орта ғасырша киінейік, мысалы, немесе бір 6 ғасырдың киімін киіп алайық деген сияқты да. Бұрыннан келе жатқан мейрам болса, ол бұрынғыдай киіну керек деген сөз емес. Қалай тойлану керек? Сіздің ойыңызша? Қазір мен шапан киемендер десем болмайды. Себебі мен ойымша шапан киіп, кәдімгідей дәстүрлі киім киіп шығу, ол кез келген мейрамда болу керек нәрсе деп ойлаймын. Ол салтанатты киім ғой. Біз күнделікті өмірде кәдімгі дүкеннен алған киім киіп жүреміз, ал бір салтанат болған кезде дәстүрлі киім киіп шықсақ күшті. Қазір мысалы костюм, шалбар киген сияқты. Ал нақты наурызда менің ойымша кішкене орта ғасырды азайтып, заманауи нақышта тойлау керек деп ойлаймын. Мысалы, дрон шоу жасап, әртүрлі заманауи шоулар көрсетіп, қаланың ортасында бір жарыстар өткізіп, дәстүрлі би ғана емес, заманауи биді да қосып, әртүрлі нәрсе шығаруға болады. Мысалы, әлемдік фестивальдердің қалай өтіп жатқан қарайық, Бразилияда бар, Қытайда, тіпті Монғолияда Надам деген мейрам бар. Оның өзін қазір қатты орта ғасырша өткізбейді. Монғолияның өзінде әртүрлі нәрсе қосып жатыр, енді Қытайдың ықпалымен. Жаңағындай дрон шоу қосып, біраз әртүрлі заманауи технологияларды қолданып дегендей. Тойлауға байланысты біз қазір наурыз тойлайтын жерде тұрмыз. Ертең тегін наурыз көже, тегін бауырсақ осы жерде болады. Қалай тойланады негізі наурыз? Біз дұрыс тойлап жүрміз ба қазір? Негізі Қазақстан жері өте үлкен ғой. Бізде қазір енді ғана бір ортақ нәрселер пайда болып жатыр. Яғни жалпы бүкіл қазақтарға ортақ нәрселер енді қалыптасып жатыр. Ал негізі бұндай үлкен территорияда бірдей бүкіл нәрсе ортақ болуы мүмкін емес. Мысалы, Еуропаны қараңыз, Қазақстан жартысына жететін Еуропада әрбір 3000 километр сайын толықтай ауысып отырады да, тілі де барлығы да. Ал бізде былай қарасаң, ортаққа жақын болып тұр да, соның өзінде. Бірақ мысалы батыс, шығыс, солтүстіктің арасы өте алшақ. Сол үшін кез келген сұрақта бұл жерде ортақ жауап жоқ. Әр жерде әртүрлі болады әр нәрсе. Киімдерде, дәстүрлерде, тіпті тілдің де ерекшеліктері дегендей. Сол үшін наурызда әр жерде әртүрлі тойланған.
этно деген сөздер, ұлттық деген сөздер, дәстүр деген сөздер, мұның барлығы сол бір ескілікке алып кететін сияқты болып көрінеді. Яғни сол бір кезіндегі біз қазақ даласында болған мерекелер бүгінгі күні 21 ғасырда бәріне ұнайтын формада трансформациялана алмайтын сияқты болып көрінеді. Енді этно деген сөздің өзі шынымен дауға қалып жатады, және мен ол сөзді ұнатпайтын адамдарды толықтай түсінемін. Яғни біз мысалы этно ауыл дейді, мысалы бір осындай шапан кисе, біреу тақия кисе, басына бөрік кисе, этно стиль деп шығара салады. Ол шынымен бір түрлі ол сөзде мен үшін бір экзотика жасау мәні сезіледі. Яғни өзіміздің дәстүрімізден, өзімізде бар дүниелерден бір экзотика, тылсым нәрсе іздеп кететін сияқтымыз. Яғни бөрік, тымақ деген нәрселер олар қазақтың қашанда нышаны, кәдімгідей күнделікті өмірінің бөлшегі болған нәрселер, және әлі де солай. Біз әлі де осы климатта өмір сүретіндіктен бізге бөрік, тымақ деген ұлттық киімдер мен әлі де кием мысалы. Қазір енді әйтеуір тастадым, аз-маз күн жылығасын. Яғни этно деген сөз, ол кәдімгі қазақы деген сөз, ол қазақтың ұлттық несі деген сөз. Сондықтан оны этно деген кезде кішкене біз оны өзімізден керісінше алыстатып жіберетін сияқтымыз. Бізде солтүстіктің қазақтары, шығыстың қазақтары оңтүстіктегідей тойлай ма? Және оған ауа райының әсері бола ма? Қазір бүкіл жерде бірдей тойланады ғой. Тойланады. Бірақ дәл сондай бір ауқымда, дәл сондай бір қуанышпен, дәл сондай бір сағынышпен қарсы ала ма деген ғой, өйткені әлі қар жатыр да. Иә, ол қардың еріген мейрамы емес қой. Ол өзі жалпы әлемдік өзгерістің мейрамы да. Не өзгереді? Біріншіден, қазақтарда Наурыздан басқа тағы 3 мейрам болған. Наурыз деген ол жалғыз өзі сондай мейрам емес. Ол қазақтың 4 мейрамының бірі. 4 мейрам ол бірінші 22 қыркүйекте шабан той. 22 желтоқсанда қара түн, немесе нартуған дейді. 22 наурызда жыл басы, сосын 22 маусымда шілде деген мейрам. Яғни ол күннің 4 позициясын білдіретін даталарда. Ол күн мен түн теңелуі 2 рет болады жылына, күзде және көктемде. Сосын ең ұзақ күн бар, жазда ең ұзақ түн бар қыста. Ол кәдімгі ғарыштық күнтізбенің ауысуы ғой, жаңағы маусымның ауысуы деген секілді. Сол үшін 22 наурызда қардың ерігенін, гүлдің шыққанын емес, нақты осы күн мен түннің теңелуін тойлаған. Ол өз бұрыннан келе жатқан бұрынғы наным-сенімдерге де, бұрынғы білім, ғылымға байланысты мейрам. Бізге жаңағы дәстүр мен заманауи нәрсені бір-бірімен ұштастыруды Жапониядан үйрену керек деп ойлаймын. Жапонияда өте жақсы көрініс тапты да ол. Ол жерде жаңағы заманауи катанасы мен бұрынғы катанасы мен заманауи роботтарды бір-бірімен байланыстырады да. Осы екі нәрсе ғой жаңағы Жапония сипаттайтын. Ол олардың самурайлары мен роботтары. Осы екеуін бір-біріне үйлендіріп, күшті қылып көрсетіп отыр да қазір бүкіл әлемге. Ал біз енді оған әлі қол жеткізген жоқпыз. Дәл қазіргі уақытта, дәл осы жерде 1-2 ай бұрын шырша тұрды. Қазір ең қара үйді тігіп жатыр, дәл сол. Дәл қазір біз Наурызды жаңа жылдың деңгейінде тойлап жатырмыз. Бұл мемлекеттік деңгейде айтып жатқан жоқпын. Кәдімгі өзіміз халық арасында. Дәл сондай бір мәнге ие қыла алдық па Наурызды қазір? Жақсы нақтыладыңыз жаңа, себебі мысалы жаңа жыл мемлекеттік деңгейде қатты тойланбайды. Мемлекет жай бір декор жасағаннан басқа қаттандай Наурызда сияқты үлкен ақша бөлініп, үлкен фестиваль болып жатқан жоқ. Бірақ халықтың ішінде, әр адамның пәтерінде, әр адамның үйінде жаңа жыл сезіледі. Кәдімгідей өзінің бір вайбы бар деген сияқты. Жаңа жылдық кино, жаңа жылдық тағамдар, сусындар, жаңа жылдық киім, соның барлығы бар. Ал Наурыз үйтіп қатты сезілмейді халықтың арасында, ол рас. Себебі менің ойымша бізде әлі Наурыздың маркетингі қатты болып жатқан жоқ. Мысалы бізде Наурыз туралы кинолар жоқ. Кәдімгі жаңа жыл туралы, мысалы Один дома деген сияқты кинолар көп қой. Наурыз туралы сондай кино шығарып, біраз осыған трендтер жасап, TikTok, Instagramда бір вайб беріп жіберсек, Наурыздың вайбын.
сол кезде ол да болып кетеді деп ойлаймын. Бірақ қазір негізі сәл көріп байқап жүрмін TikTokта наурызға дейін осыншама күн қалды деп кімнің Роза ханым әндерін қойып наурыз деген. Менен де жас қазір мектеп оқып жүрген жастарда ол бар екен. Мектептер жақсы беріп жатыр оны. Ең қатты наурыздың сезімін беретін мен үшін де бала кезде ол мектеп. Себебі біраз босап қаласың, сабақтарға қатты көңіл бөлмейді. Мұғалімдер де өзі нетіп сәл көңіл күйі күшті болып жүреді. Одан кейін мектепке формамен емес, қазақша киініп келесің. Сыныптар ауыл-ауылға бөлініп, бәрі тамақ алып келіп, ойын ойнап, бір мектептің ішінде кәдімгідей күшті мереке болады да. Сол үшін мектептер бұған бір вайб беріп жатыр деп ойлаймын қазір. Үкіметке қарағанда да. Өйткені көрсу амал болсын, дәл қазіргі тойланайын деп жатқан наурыз болсын, олар бір күнделікті мынандай бір үлкен бір хол бар, өмір деп аталатын. Соның арасында бір жылына бір рет кіріп шығатын бір есік сияқты кішкентай бір өмірге дым қатысы жоқ. Егер де олар болмаса да біз ешқандай да бір өмір сүруімізде ешқандай кедергі болмайды. Бар ма, жоқ па? Ол бар, өйткені білмеймін, біреулер айтып жатыр, фонда бар где-то. Ана жерде тұрған бір есік сияқты да, бір басыңды сұғасың, қайтып жабасың, қайттан өзің өміріңмен кетіп қаласың да. Сондай секілді болып көрінеді да маған бір. Ойлайсыз ба? Бізден мүмкін. Менің ойымша ол өзгеріп келе жатқан сияқты. Яғни біз жылдар бойы қайткен күнде 90-шы жылдар ішінен осының барлығын жаңғырта бастадық қой. Содан бері енді біраз жыл өтті, жаңа буын қалыптасты, сізбен біз өсіп келдік. Және біз тәуелсіздік жылдары сусындап, сол бүкіл жаңағы мәдениетіміз жаңғыртып жатқан тұстарда әйтеуір қалыптасып, менің ойымша біз ендігі кезекте ол өзгеріп жатыр деп ойлаймын. Яғни қазір мен керісінше байқаймын өйткені. Мен мысалы TikTokта отырсам да, Instagramда, Threadsде, әлі желілерінің қайсысында отырсам да, керісінше адамдардың наурызды асыға күтіп жүрген байқаймын. Адамдар жаңағы Роза Рымбаева біздің өзіміздің Mariah Carey ғой деп жаңағы әзілдеп қояды. Mariah Carey деген жаңағы жаңа жылдық әнімен танымал әншілердің бірі шетелдік. Соны жаңа жылда әзілдейді. Қарашаның кезінде сол қайта тіріле бастайды, өйткені соның жаңа жылға өте танымал әні қайта хиттерге ене бастайды, чарттарға көтеріле бастайды. Сол сияқты Роза Рымбаеваның да наурыз деген өте сондай бір айконик, танымал, әйгілі, аңызға айналған әні шынымен орала бастайтын сияқты өмірімізге. Және мысалы сіз байқасаңыз, жаңа жылға қарағанда наурыздың контексті дейміз бе, наурыздың символикасы немесе функциясы. Наурыздың функциясы әлде қайда қарапайымырақ, немесе шынайы өмірге жақынырақ. Өйткені жаңа жыл ол мысалы қыстың қақ ортасында, қақаған аяздың қақ ортасында біз оны тойлаймыз, олар қарай өте береді, біз әрі қарай дәл сол қыстың ішінде өмір сүріп жүре береміз. Ал наурыз керісінше оның жаңағы ол шынымен жаңағы тіршіліктің қайта жандануы, табиғаттың қайта тірілуі әлі де бар ғой, ол жоқ емес қой. Яғни шынымен осы әйтеуір бұйырса, Астананың контекстінде ол бұйырса, наурыздың аяғына қарай шынымен табиғат қайта жанданып, жаңағы ағаштар, талдар бүршік атып, күн жылып, шынымен тіріле бастаймыз. Сондықтан адамдар әлі де наурызды менің ойымша асыға күтеді және оған үлкен мән береді деп ойлаймын. Және ол тек өсіп келе жатыр оған қатысты деген. Оған қойылатын бір берілетін маңыз. Өкініш бар да осыған байланысты, Бекен мырза. Жаңа жылда қайтадан біз сол бір костюм шалбармен, күшті бір джинсимен, бір атрибуттары, жаңа жылдың атрибуттары 21-ші ғасырға күшті сіңіп кетті да? Ол үзілген жоқ. Ол жаңағы 5000 жылдығымыз, 10 тарихы бар. Біз сол жаңа жылдың құлымыз, жаңа жыл тойлаушымыз. Бүйтқанда отарланған сана әлі кетпей жатыр. Егер жаңа жыл жойылса ғана наурыз жоқ. Сол наурыз жаңа жылдың орнына бару керек. Жаңа жыл жой аламыз ба? Жойылады, өйткені ұрпақ өсіп келе жатыр ғой. Жаңа ұрпақ өсіп келе жатыр ғой. Өйткені Мағжан айтады ғой, мен жастарға сенемін, ұяты бар, ары бар, білімі бар, және оттай жанып тұрған дейді. Сол сенсің ғой. Иә. Кеттік. Кеттік.